Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге булочка секілді болып пісетін пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, пирожкиді мен ұсынған рецептпен жасап көріңіз. Пирожкидің наны булочка сияқты жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Салмасы дәмді. Бір жасасаңыздар, әрдайым жасайсыздар. Және де бұл пирожкиді бір жасағаннан ақ әдемі болып шығатынына кепілдік беремін. Достар, егер де сіздер пирожкиді қуырып жеген ұнайтын болса, дәл осы рецептпен жасап қуырып жесеңдер де болады. Ендеше пирожкидің қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ысытылған сүт, қант, тұз қосып, үстіне ашытқыны қосамыз. Міндетті түрде ашытқының мерзімі өтіп кетпеуі қажет. Жұмыртқаның ақ уызы бірінші сұрыптағы ұнды жоғарғы сұрыптағы ұндағыдай етеді. Себебі бұл ақ уыз қамырымызды әппақ етіп, піскен кезде пирожкиіміздің қамыры әппақ болуы үшін. Жұмыртқаның ақ уызын қосып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызы толықтай сүтті массамызға бірігу керек. Болғаннан кейін ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елетін боламыз. Қамырымыз барынша жұмсақ, нәзік болуы үшін 5 минут көлемінде қамыр елейміз. Егер де қамырды тез-тез елеген жағдайда ішінде ұндарымыз қамырға бірікпей қалуы мүмкін. Сол үшін де ұзақ елеңіздер деп кеңес беремін. Қамырымыз еленуге жақын қалған кезде бетіне сұйық майымызды жағып, тағы да бірнеше минут елейміз. Бұл сұйық май ұндарымызды біріктіріп, және де қамырымыздың жұмсақ болуына көмегін тигізеді. Сұйық майдың тағы да бір плюсы, қамырымыз қолымызға жабыспай, барлығы толықтай қамырға бірігеді. Қамырымыз еліп болғаннан кейін бетін пакетпен орап, майлықты жауып, сыртына одеял немесе жемпірді орап, күн тұрған тұсқа 2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Одан кейін пирожкидің бетіне жағатын массамызды дайындаймыз. Ол үшін жаңа қамырға қосылған ақ уыздан қалған сары уызымызбен сүтімізді осылай бір-біріне қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін қамырымыз ашимын дегенше салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге жуа, картоп және де 40 қабат қажет болады. Көкөністерімізді дәл видеода көрсетілгендей жұқалап тураймыз. Одан кейін табамызды қыздырып, сұйық майымызды құйып, көкөністерімізді салып шығамыз. Көкөністеріміздің жұқа болу себебі салмасы тез пісуі үшін. Одан кейін 40 қабатымызды да дәл видеода көрсетілгендей өте жұқа етіп тураймыз. Сонда ғана біз салмамыз 20 минут көлемінде пісіп шығады. Жуа мен картоптың үстіне туралған 40 қабаттарымызды салып, үстіне тұзымызды қосып, осылай қасықтың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырып шығамыз. Келесі кезекте қызыл паприкамызды саламыз. Үстіне черный перец, яғни қара бұрышымызды қосып, тағы да қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Дәл осы мезетте өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұнататын дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Дәмі одан сайын ерекше болып түседі. Өзіме Қытай тұзы ұнайтын болғандықтан аз-маз етіп Қытай тұзын қостым. Қытай тұзы приправа етінде жатады. Дәмдеуіштердің барлығын қосып болғаннан кейін 5 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Үстіне 2 пиала суымызды қосып, тағы да осылай қасықтың көмегімен араластырып, табамыздың крышкасын жауып, қойып қоямыз. Пісуге таяу қалған кезде пюре езетін езгіштің көмегімен салмасын жақсылап езіп шығамыз. Суы толықтай кетуі керек, яғни салмамыздың суы қалмайтындай етіп бұқтырылуы керек. Мінекей, біздің пирожкидің қамыры ашып, дайын болды. Ендігі кезекте табамыздан қамырымызды ажыратып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, үлпілдек,
әдемі болып шықты біздің қамырымыз. Қолымыздың көмегімен осылай ашығандығын көретін боламыз. Достар, мен қамырдың астындағы жайғыш силикон болғандықтан ұн сепкен жоқпын. Егер де ұн сеппеген жағдайда қамырымыз бүгетін кезде бір-біріне тез оңай жабысатын болады. Егер де сіздер бұнда силикон жоқ болатын болса, ұн сеуіп кәдімгідей жая бересіздер. Барлығын 13 бөлікке бөлдім қамырларды. Келесі кезекте видеода көрсетілгендей қамырларымызды екі қолдың көмегімен осылай домалақтап аламыз. Достар, айта кетейін, менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының Otido сабақтары түсіндірілген. Одан бөлек түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің және де фастфуд, яғни чикен, лаваш, бургердің рецепттері бар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырларды домалақтап болғаннан кейін барлығын бір жетке осылай қойып шығамыз. Бетіне майлықты жауып қоямыз. Майлық жабуымның себебі қамырлар қайзылмайды. Келесі кезекте осылай қамырларымызды домалақ етіп оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ортасына 1-2 ас қасықпен салмасын саламыз. Егер де сіздер салманы аз қалайтын болсаңыздар, 1 қасық салсаңыздар да жеткілікті. Достар, кейбір фуд-блогерлер пирожкиді духовкада осылай өріп пісіреді екен. Мен сіздерге бір ғана данасын осылай өріп көрсетіп жатырмын. Яғни екі қолдың көмегімен қамырларды бірінің үстіне бірін жабыстырып өріп шығамыз. Осылай пісірсеңіздер де болады пирожкиді. Достар, пирожкиді дәл осы рецептпен майға қуырып жесеңіздер де, егер де майсыз болғанын қаласаңыздар, духовкада, яғни печкада пісірсеңіздер де өз еріктеріңіз. Мен жаңа бірінші видео көрсеттім пирожкиді өріп пісіруге болатындығын, бірақ маған бетінің тегіс болғаны ұнайды пирожкидің. Сондықтан да астыңғы бөлігін осылай тығыздап, жақсылап жабыстырып шығамыз. Сонда ғана біздің салмамыз қамырдан шығып кетпейді. Сопақша пирожкилеріміз дайын болды. Ендігі кезекте печканың формасына сұйық май жағып, немесе пергамент қағазын төсеп, пирожкилерімізді орналастырамыз. Ләжі болса, пергамент қағазы дұрыс, сонда біздің пирожкилеріміздің асты жабыспайтын болады. Пирожкилерімізді орналастырып болғаннан кейін бетіне алдын ала дайындалған жұмыртқаның саруысы мен сүт қосылған массамызды жағып, бетіне кунжут немесе мак себеміз. Бұл пирожкидің әдемі болып көрінуі үшін. Егер де сіздер қаламасаңыздар, кунжутты сеппей-ақ та қойсаңыздар болады. Қызып тұрған печкамызда 200 градуста 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Мінекей біздің пирожкимыз дайын болды. Бізге ас болсын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса қолдап, өз пікіріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіз.